Стендап комедия деген не? Әзілдеп шетелге қалай танылса болады? Келесі бейнематериалда осы сұрақтардың жауабын табатын боласыздар. Қазақстанда әзілдің жаңа түрі стендап белең алып келеді. Қазір онымен мыңнан астам адам айналысып жүр. Жаста, жыныста талғамайтын бұл әзіл түрімен неліктен айналысатыны жөнінде әзілкеш ғалым Қалиақбаров айтып береді. Стендап – это самый сложный и одновременно... Стендап бұл күрделі де қарапайым да жанр. Неге оңай? Себебі онда шоу жасап, қиналудың қажеті жоқ. Ол жерде билемейсіз де, ән салмайсыз да. Жай ғана микрофонмен шығасыз. Болды. Стендапта шешендік өнерге, сөйлеу мәнеріне, әзіл айтуға, сторителлингке, көпшілік алдында сөйлеуден қорықпауға, қысылмауға үйренесіз. Батыста чойн әдісі кеңінен таралған. Ол әр ірі бизнесменнің міндетті түрде стендаппен көпшілік алдында шығуын қарастырады. Можно просто выступать. Стендаперлер көрермен есінде қалу үшін даралануы қажет. Сондықтан әзіл мен сөйлеу стилін машықтау маңызды. Бұл сахнада өзіңізді еркін ұстап, көрерменнің көзайымы болуыңызға септігін тигізеді. Ал басқа қандай қасиеттерді дамыту керек? Мне 18 лет, я школьник, учусь. Мен 18-демін, мектепте оқимын. Өзімді сынап көру үшін стендап жанрын таңдадым. Себебі жайдарманға команда жинау керек, ал мұнда оның қажеті жоқ. Әрі тек өзіңіздің ойыңызды еркін білдіре аласыз. Стендаппен айналысқалы бері көпшілік алдында сөйлеу шеберлігім жақсарды. Бұрынғыдай сабақ айтудан қысылмаймын. Батыстың стендап видеоларын көру арқылы ағылшын тілімде дамыды. Сахнаға шыққан әзілкештер кітапта жазылмайтын сөз айтуы мүмкін. Міне, сол арқылы да сөздік қорым кеңейді. Стендап мен үшін терапия, себебі өмірімде болып жатқан жайттарды бөлісіп қана қоймай, оны әзілге айналдырамын. Более дисциплинированнее. Стендап ой мен сөз еркіндігі, сахналанған әзілдердің арқасында оң өзгерістерді байқайсыз. Ол үшін қазірден бастап айналаңызды бақылап, оны әзілге айналдырыңыз.